Жумағына жетіп баратырған хәпте давамында Өзбекстан тарихындағы ең әхметлі уақиялардың бірі жүз берді десек алжаспаймыз. Анығырағы футбол бойынша Өзбекстан сайланды командасы тарихта бірінші мәрте жаһан чемпионатына жолламаны қолға кіргізіп, мундиалда қатынасу бақытына миясар болған 81-ші мемлекет болды. Бұл тарихи нәтиже Мүбарек Құрбан айты күндерінде халқымызға әжайып сауға болды. Ойын давамындағы тәсірлер, эмоциялар елеге шекем бәршемізге қуаныш бағышлап, кеулерімізді толқыландырып атырғанлығы рас. Бізді қатты толқыландырып, керек болса тік аяқта тұрып көруге мәжбүр етті. Ойынның ішіндегі Аббас Файзуллаевтың ойыны әмде басқа да футболистердің ойлары қатты ұнады. Давлением көтеріліп, нервім шешетіп, енді ұрып қоймағай. Өфтеп, үлкен мойнымызға жүк түсті. Баршамыздың хабарымыз бар. Футбол бойынша Өзбекстан сайланды командасы 5-июнь күні Бірлескен Араб Әмірліктерімен ойын өткеріп, өзіне керекті болған 3 ұпайды қолға кіргізді һәм уақытынан бұрын жаһан чемпионатына жолламасын қолға кіргізді. Бұл тарихи нәтиже хақында жерлестеріміздің пікірін білеміз. Ойын Өзбекстан сайланды командасының 90 минут давамында контролында болып өтті, бірақ ақырында Бірлескен Араб Әмірліктері қарсылас командамыз өзінің ізбе-із қауіплі хұжымлерін қылып, гол ұрып кетуіне де азғантай уақыт қалды, бірақ дегенменен дәруазабанымыз Өткірбек Юсуп өзінің бір-екі жақсы ойынлары, сейфларыменен ойынды алып шықты. 90 минут давамында эмоцияда отырдық, шаңырақ ағзаларымызды бірге көріп отырып, сөзбенен тарифлеп бере алмайтындай сезімдер болды десек алжаспаған боламыз. 2026 жыл болып өтетін жаһан чемпионатқа Азия мемлекетіне 8 жоллама берілген. Бұлардың қатарында Өзбекстан сайланды командамыздан бары бір қуанышлы десек те болады. Бұл командалар әзірше жолламаны қолға кіргізген Южный Корея, Япония, Өзбекстан, Иран, Иордания һәм Саудия Арабистан командалары болып табылады. Өзбекстан менен Араб Әмірліктерінің менен біргелікте болған ойынды көрдім, шаңырақ менен. Бізге қатты ұнады. Ойынның ішіндегі Аббас Файзуллаевтың ойыны һәмде басқа да футболистердің ойлары қатты ұнады. Ең басылысы Өзбекстан Республикасының ұтқаны біздер үшін қатты мотивация болды. Һәм жаһан чемпионатына шыққаны бұл тарихларда жазылып қалатын сәнет болып есептелінеді деп ойлаймын. Маған ойынның ішінде дәруазабанлардың топта аталғаны, ұстап алғаны ұнады, және де Өзбекстанның футболистлері енді де гол ұраман деген уақытта ұра алмай қалғаны мен үшін басқаша сезім болды. Өзбекстан сайланды командасы жаһан чемпионатына шыққанменен һәммеше отандастарымызды құттықтаймын. Әлбетте, бұл тарихи нәтиже өз-өзінен болған жоқ. Сондықтан дәслеп Өзбекстан сайланды командасының жаһан чемпионаты жолламасын қолға кіргізуден алдыңғы ойларына тоқталсақ. Футбол бойынша Өзбекстан сайланды командасының Азия континентінде жаһан чемпионаты 3-ші таңдап алу басқышындағы ойларына тоқталатын болсақ, дәслеп сайланды командамыз А топарда Корея Халық Демократиялық Республикасымен ойын өткеріп 1-0 есебінде, екінші турда Қырғыз Республикасымен 3-2 есебінде жеңіп, жәмі 6 ұпайды қолға кіргізген еді. Кейінгі белдесулерде командамыз үшін ансат болмады, себебі 3-ші турда қарсыласымыз орайлық Азияның ең күшлі командаларының бірі болған Иран командасымен ойын өткеріп, белдесулерде екі команданың да дарвазасына топ кіртілмеді. 2024 жыл 15 ноябрь 4-ші тур қарсыласымыз Бірлескен Араб Әмірліктері, есеп 1-0. Командамыз үшін және бір ахметлі ойын һәм және 3 ұпай қолға кіргізілді. Жаһан чемпионаты таңдап алу белдесулеріндегі ең қиын ойын бұл 5-ші тур Қатар командасымен өткерілген ойын болды. Бұнда командамыз дәслеп 2-0 есебінде жеңіліске ұшырап отырған болса, Аббасбек Файзуллаевтың дублі есепті 2-2 көрінісіне келтірді. Бірақ ойын жұмақтануына санаулы минутлар қалғанда қарсылас команданың hücumшысы құрамалы соққысымен есепті 3-2 көрінісіне келтіріп, ойын осы есепті жұмақланды. 6-ші турда және Корея Халық Демократиялық Республикасымен ойын өткеріп, есеп командамыз пайдасына 1-0 есебінде жұмақланды. 7-ші турда Қырғыз Республикасымен ойын өткерген Өзбекстан сайланды командасы 3 ұпайды қолға кіргізіп, А топарда 2-ші орынды иеледі.
8-ci тур ойыны Иран һәм Өзбекстан командалары. Бұл ойын А топардағы біріншілік үшін болды десек алжаспаймыз. Себебі 7 тур өткерген Иран командасы А топарда ұпайлар есабымен бірінші орында еді. Жоғары қарама-қарсылықтармен өткерілген белдесулерде есап 2-2. Әр командаға бір ұпайдан несіп етті. 2025 жыл 5 июн. Бұл сәне Өзбекстан халқы үшін ұмытылмас сәнеге айланды. Себебі сол күні футбол бойынша Өзбекстан сайланды командасы бірлескен араб әмірліктерімен ойын өткеріп, өзлеріне керек болған нәтижені қолға кіргізді һәм жаһан чемпионатына жолдаманы қолға кіргізді. Ойындағы нәтижелер футболшыларымыздың индивидуал харекетлері һәм дарвозабанымыздың супер сейфлары жаһан чемпионатына жолдама алу үшін тикарғы факторлардың бірі болды. Жақсы шыжат көрсетіп, сондай бір жақсы ойыныменен әммеге мақұл болды. Арапларым шоққа түсіп қалды, оны көргеннен кейін. Молодец, жігітлерге рахмет, тарихи нәтиже болды. Балаларым спортқа қатты қызығады, футболға. Біргелесіп көргенде, әлбетте, әммеміз Өзбекстанға қолға қуатлаймыз. Нәтижеге қарап ойнады, балалар. Кападзе молодец, Тимур Кападзе жақсылап шөлгеміздер. Бұның алдында және встречка катанисқа да рахмет айтуымыз керек. Бәрі де жақсы ойнады, бірақ бас ауырынды біздердің сборныйымызда біздердің вратарға беру керек. Қахраманлық көрсетті ғой. Сонша голды шығарып 90 демесек, мен 80% үлесін қосты со бала. Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Россия, барлық мемлекеттер молодец деп біздерге қол шапатлап, жігітлерге рахмет айтып жатыр, құттықтап жатыр. Енді бұл тарихи нәтижеде. Әлбетте, бұндай тарихи нәтижені бүткіл дүния жүзі үлкен қуанышпен қарсы алды. Сырт ел мемлекеттерінің қалаба хабар құралдары уәкілдері, журналистлер, блогерлер бұл нәтижені жоғары бағалап, социал тармақтар арқылы өз пікірлерін білдірді. Қоңсыз Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан һәм басқа да Европа мемлекеттерінің белгілі мәдениет һәм спорт тарауы уәкілдері тарихи нәтижені айрықша атап өтті. Welcome to the FIFA World Cup Uzbekistan. I'm thrilled to congratulate you on your historic qualification to the FIFA World Cup 2026 in Canada, Mexico and the United States. Өзбекстан сайланды командасының бұл тарихи нәтижесіне мемлекетіміз басшысы да айрықша әтібар қаратты һәм милли командамыз ағзаларына жолдаған құттықтауында футболшыларымыздың бұл жоғары нәтижесі жаңа Өзбекстанның халықаралық абыройын бұндан былай да арттыруда қызмет етеді болғанын айрықша атап өтіп, футбол бойынша Өзбекстан милли сайланды командасы ағзаларын һәм тренерлерінің бір топарын сыйлау хақындағы фарманы қабыл етілді. Құрметті президент тараптан жолдаған құттықтауында жастарымыздың 34 жылдан күткен арманларын әмелге асырғаны хақында һәм олар миллет қаһармандары екенін айтып, оларға күшті мотивация беретін сөздерді жолдағаны, құттықтауды оқып отырған әрбір жастың кеуілінен біздер hem солардай болса екен, біздер hem солардай бір халқымызға пайдамыз тисе екен деген әрбір жастың кеуілінен өтеді деп ойлаймын. Бізді қатты толқыландырып, керек болса тік аяқта тұрып көруге мәжбүр етті һәм бұл ойында мінекей дарвозабан Өткір Юсуповтың көрсеткен қаһармандығы өз алдына мақтауға лайықлы. Неше бір моментлерді қайтарып голдан асырап қалды һәм бұл миллетіміздің қаһарманы деп айтсақ алжаспаған боламыз. Ертеңгі мінекей 10 июнь күнгі Қатар мемлекетімен болып өтетін Өзбекстан Бунеткар стадионында ойнайды. Қатармен болып өтетін ойында біз үшін үлкен бір ахметке ие, себебі өзіміздің үйімізде кеше ойыннан кейін жолдаманы қолға кіртіп болғаннан кейінгі рухпен ойнауы басқаша болады деп ойлаймыз. Һәм біз Қарақалпақстанлы футбол классменттері қазіргі уақытта мінекей сол ойынды турдан туры халқымызбен, жастарымызбен бірге көру үшін әрбір район орайында, Нүкіс қаласында 2 орында турдан туры көруді мақсат етіп шөлгілмесіріп жатырмыз. Әлбетте, бұл жетістікелік өз-өзіне емес, мемлекетіміз басшысының спорт тарауына, соның ішінде футболды, балалар футболын рауажандыруға қаратып отырған айрықша әтібар нәтижесін десек алжаспаймыз. Біз де өз кезегінде Өзбекстан қаһармандарының тарихи нәтижесімен құттықтап, алдағы уақытта болып өтетін ойларда үміт тілейміз.